kun. Bugungi sababimizda biz barlig'i bilетін, ko'pchilik o'rinlarda ko'p aytilатын bu жалын кешкен деген ән. Осы әнді бүгінгі сабақта үйренетін боламыз. Бұл әніміздің қағысы төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары. Енді бірінші пернеміз бізде 3 төмен тартамыз. 3-те тұрып, 3-ші пернеде және келесі 2-ші пернеге ауысып, төмен жоғары қағысты қағамыз. Яғни келесі 0-де 0, 9 қағыс қағамыз осы жерде. 9 қағыс болды. Келесі бізде 0-де тұрып, тағы да төмен қағыс қағамыз. Және 2-де тұрып, төмен жоғары 2 қағыс қағамыз. Келесі 3-ші перне төмен, төмен, жоғары. Келесі 5-те 5, төмен, төмен, жоғары. Келесі 3-те 5, тағы да 3 рет тартамыз, төмен, төмен, жоғары. Және 2-ші пернеге келіп, 6 қағыс қағамыз. Келесі бізде 2-де тұрып, келесі қатарымыз ол 2-де осы пернеде тұрып, 3 қағыс қағамыз, ол төмен, төмен, жоғары. Келесі 3-ші пернеге ауысамыз, және бұл жерде де 3 рет төмен, төмен, жоғары қағыс қағамыз. Келесі 5-те 5, 6 қағыс қағамыз. 3, 6. Келесі қайтадан 2, 3 қағыс қағамыз, төмен, төмен, жоғары. Келесі 3, тағы да төмен, төмен, жоғары. Келесі 7-де 5, төмен, төмен. Және 5-те 5, жоғары. Келесі бізде бұл 2-ші перне, төмен, төмен. Және 5, жоғары. Және 3-ші перненің өзін ұстап, 6 қағыс қағамыз. Төмен, төмен, жоғары. Енді дәл осылай қайталап келеміз. Яғни бірінші, екінші қатарды қайталап келеміз. Және де соңғы тартқан тактты екіншісінде ауыстырамыз. Яғни ол мынаған ауыстырамыз. Жаңа тартқан 2, 2, 5, 3, 3 деген жерді 2, 2, 3, 0-ге ауыстырамыз. Ал алдыңғы такттың бәрін дәл солай екінші рет қайталаймыз. Келесі бізде қайырмасы 7-те 8 ұстаймыз. 2-ші, 3-ші саусақпен. Және осы жерде төмен 1 қағыс қағамыз. Келесі 5-те 7, төмен, жоғары. Келесі бізде 7-те 8, 3 қағыс. Төмен, төмен, жоғары. Және 0-де 0, 6 қағыс. Дәл осыны қайталаймыз. 7, 5, 5, 2 рет қайталап болғаннан кейін келесі бізде 8-де 10. Яғни 8 бізде астыңғы шекте, 10 үстіңгі шекте, 2-ші және 4-ші саусақтың көмегімен аламыз. Төмен. Келесі бізде 7-де 8, төмен, жоғары. Келесі 8-де 10 қайтадан төмен, төмен, жоғары. 3 қағыс. Келесі бізде 5-те 7, төмен, төмен, жоғары. 3 қағыс. Келесі 3-те 5. Бұл жерде де дәл солай 3 қағыс қағамыз. Келесі 7-те 5-ке ауысамыз, үстінде 5 тұра береді, және 6 қағыс қағамыз. Келесі бізде 2-ші перне, келесі қатарымыз. 2-ші пернені ұстаймыз, және 3 қағыс қағамыз. Келесі 3-ші перне, бұл жерде де дәл солай. Келесі 5-те 5, 6 қағыс. Дәл осыны қайталаймыз. 3, 5, 6 қағыс. Ары қарай 2, төмен, төмен, жоғары. 3-ші перне, тағы да төмен, төмен, жоғары. Келесі бізде 7-те 5. Астыңғы шекте 7, үстіңгі шекте 5. Төмен, төмен. Және 5-те 5, жоғары. 2-ші перне, төмен. Төмен 2 рет, 3-ші перне жоғары, және 0-де 0, яғни ашық 6 қағыс қағамыз.